Тағала осы айда сынауды қалады. Қалай сынайды қараңыздаршы, қандай әдемі жасаған Алла Тағала бізге. Рамазан айында бізді Алла Тағала харам нәрселер былай тұрсын. Адалды мен үшін тастай аласың ба деді ғой. Мына суды, тап таза су мынау. Осы таза суды мен үшін кешке дейін тастай аласың ба деді. Мына тағам, тап таза тамақтар. Осы тағамды мен үшін тастай аласың ба деді кешке дейін. Осыны істеп берсең, мені жақсы көргендігін дәлелдейсің дейді. Шамыңыз келген амалды беріп жатыр ғой. Өйткені біз жаңа пайғамбарлар сияқты махаббатты көрсете алмаймыз да, мысалы. Бірақ біз әркімге белгілеген шамасы бар. Сол Рамазан айында көрсетші маған менің тағамнан да сусымнан да артық екенімді өзіңе. Содан біз осы өзіміздің істеп жатқан нәрсемізді маңызды түсінейік та. Сіз таңертеңнен кешке дейін судан, тағамнан тоқтап жатсыз қазір. Не үшін деген кезде мақсатыңызды біліңіз. Мақсатты білмесеңіз босқа шаршап қаламыз бұл айда. Күн ыстық болды деген сөздерді айта бастаймыз. Күн созылып кетті, ауырып қалдым, кеше дұрыс ішпеп едім, сәресін, асқазаным ауырды деген сөздер бізді жағалап жүреді. Бұның бәрінде Алла Тағалаға деген махаббат көрінбейді. Сондықтан сіз біліңіз, істеп жатқан ісіңізде мақсатыңызды. Сіз Алла Тағаланы жақсы көрем деп істеп жатсыз да бұны. Мен Раббымды судан артық жақсы көрем. Шөлдеген кездегі. Мен осыған көмектесетін пайғамбарымыздың бір дұғасын айтайын. Пайғамбарымыз мынандай дұғаны жақсы көретін, және айтатын. Аллахумма инни ас'алука хуббака. Тыңдап отырыңыздар, мағынасын жаттап алсаңыздар да болады. Аллахым, мен сені жақсы көруді сұраймын. Және сенің мені жақсы көруіңді сұраймын.